Ассалаумағалейкум, ой түрткінің көрермендері, армысыздар. Бүгін 31 желтоқсан сәрсенбі. Міне тағы бір жылды аттандырып, енді бір жылдың қақпасынан қарағалы тұрмыз жаңа календар бойынша. Елің қалай болса, бөркің солай деп, біз де осы жаңа календар байланысымен халқымызды жаңа жылмен құттықтай кетсек артық болмайды деп ойлаймыз. Өйткені қазақтың көне есебі бойынша қазақта жыл санау жыл басы наурыз айында басталатыны белгілі. Сондықтан келе жатқан жаңа жыл барлық отбасыларына бақыт, байлық әкелсін деген тілек айтамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, қазақ елі өркендей берсін. Мынау Қазақстанда жасап жатқан қазақ халқы мен өзге ұлт этностарының барлығы бай бақытты, баяшат өмір кешіруіне тілеулеспіз. Еліміз сыртқы жаудан, ішкі даудан аман болсын. Бастысы қазақ халқына ауызбіршілігі, береке, бірлік берсін деп тілеймін. Әрине, береке, бірлік бар жерде бақ тұратыны белгілі. Әсіресе соңғы жылдары болып жатқан алмағайып заман, алмағайып жағдай, ауызбіршілігінің бізге қаншалықты қажет екенін анық аңғартқандай. Өйткені бір елді бүлдіру оңай, оны қалпына келтірудің қиын екенін Ливия, Ирақ, Сирия сияқты елдердің де жағдайы толық түсіндіргендей. Сондықтан бағалағанның басында тұрады дейді ғой. Барымызды бағалап, жоғымызды толтыруға тырыссақ, ұлт болып ұйыссақ, жұдырықтай жұмылсақ, барлық жақсылық қолымызға келеді деген үміттемін. Ал енді әлемдік жағдайға келсек, әлемдік жағдай 2025 жылы аса күрделі болды. Геосаяси жағдай мың құбылып, әлемдік жарыса қарулану етек алды. Алпауыт елдер әлемдік картаны қайта жилап, шекараны қайта сызуға, әлемдегі елдерді қайта өз ықпалына алуға тырысып жатыр. 4 жылға жуық жалғасқан Украина соғысының да немен аяқталары әзірге белгісіз. Трамп пен Зеленскийдің кездесуінен кейін қаңтарда бейбітшілік орнай ма деген үміт байқалған еді. Бірақ кешеден бері дау болып жатқан Путиннің Новоград облысындағы президент тұрағына шабуыл жасалды деген мәселе келісімнің де быт-шытын шығаратындай. Бұл шабуылға байланысты тараптардың берген ақпараты бір-біріне мүлде кереғар. Керек десеңіз, Ресей тарапының шенді шекпенділерінің таратқан ақпараттарының өзінде үлкен айырмашылық бар. Песковтың өзі дәлел көрсете алмай, бұл шабуылға дәлел көрсетудің ешқандай керегі жоқ деп отыр. Ал Украина тарапы болса, біз ешқашан президент тұрағына шабуыл жасаған емеспіз деп шырпыр болып ақталып жатыр. Бірақ соған қарамастан, соңғы күндері Орталық Азия елдерінің басшылары, Пакистан және Үндістан елдерінің басшылары, кейбір араб елінің басшылары Путинмен телефон арқылы сөйлесіп, аталған шабуылды қатаң айыптайтынын да мәлімдеп үлгірді. Соғыс жағдайында кімнің шын, кімнің өтірік айтып отырғанын да мөлшерлеу қиын. Әлемдік бақ беттеріне үңілсек, кейбір сарапшылар бұл шабуылды Ресей өзі ұйымдастырып, пәлесін Украинаға жауып отырған жоқ па деген күдікті де айтып жатыр. Мейлі қалай болса да, Украина мен Ресей арасындағы текетірес ұзаққа созылу қаупі байқалды. Өйткені Ресей Украина соғысын жуық арада аяқтатуға мүдделі емес. Өйткені олар өздерін майдан шебінде үстем және ырықты орында тұрмыз деп санайды. Оның үстіне соғыс аяқталса, Ресей үшін де бас ауыру көбейе беретіні белгілі. Майданда қару алып соғысып жүрген 1 миллионнан астам азаматтың елге қайтқаннан кейінгі мәселесі де оңай соқпайды. Оның үстіне соғыстың рухани жарақаты да аз емес. Екінші тұрғыдан, Ресей әскерінің қатарында соғысып жүргендердің біразы түрмеден шыққан азаматтар. Енді оларды соғыстан қайтқаннан кейін қайта түрмеге қамауға келмейді. Ал бұл қылмыскерлерді жаппай елге қоя берсе, оның соңы не болады? Бұл да маңызды мәселе. Оның үстіне Путин билігі өзінің орынтағын бекемдеу үшін соғысты ұзаққа
созғысы келеді деген болжамда осыдан бұрын батыстық сарапшылар да айтқан болатын. Яғни Украина соғысы тезірек аяқтап, Ресейде мамыражай тірлік орнайтын болса, әлеуметтік мәселелер алға шығып, халықтың наразылығы күн сайын күшейе түсуі мүмкін. Бұл өз кезегінде Кремльдің бас ауруына айналады. Сондықтан Ресей билігі соғысты ұзаққа созып, біз соғысып жатырмыз, соғыс болып жатыр, елде қиыншылық болса да азаматтар шыдауы керек деген мәселелерді алға тартып, өзінің билік жүргізу уақытын созып отырған жоқ па деген күдікке де еріксіз иланғандай сыңай танытқым келеді. Ал енді 2026 жылы не болуы мүмкін? 2026 жылы Қытай мен Тайвань арасындағы текетірес тіпті күшейе түсуі мүмкін. Бұған бастысы соңғы күндері Қытайдың Тайвань аралын қоршай әскери оқу жаттығу өткізіп жатқаны тікелей себеп. Кеше Трамп бұл Қытайдың кәуделгі әскери оқу жаттығуы, одан алаңдаудың ешқандай қажеті жоқ деп мәлімдеді. Дегенмен Қытайдың бұл реткі оқу жаттығуы аса ауқымды және Тайвань аралына өте жақын қоршай өткізіліп жатқан оқу жаттығу. Қытай өз кезегінде осындай оқу жаттығудың соңын шынайы соғысқа айналдырып жіберуде мүмкін деген күдікте жоқ емес. Оның қалса, Венесуэланың жағдайы да қыл үстінде. ақш қазір Венесуэланы жан-жағынан қоршап, құрсаулап тұрғанына да бірер айдан асты. Трамп Мадуро билігін аудармай тынбайтыны анық. Енді келер жылдың басында ақш керек болса Венесуэлаға да қару сілтеп, Венесуэла билігін аударып тастап, Венесуэланың билік басына ақшыл азаматтарды әкелуі де мүмкін. Бұл өз кезегінде әлемдік геосаяси жағдайға ғана емес, мұнай бағасына да үлкен ықпал жасайды. Өйткені ой-түрткінің өткен кезегінде айтып өткеніміздей, Венесуэла әлемдегі мұнай қоры бойынша ең бай ел, бірінші орында тұрған ел. Бірақ қазір Венесуэла оны толық ашып пайдалана алмай отыр. Егер Венесуэлада билік алмасып, ақшыл азаматтар билікке келетін болса, ақш Венесуэладағы мұнайды көптеп ашып, оны әлемдік нарыққа шығару арқылы мұнайдың бағасын $30 дейін төмендетуі мүмкін. Бұл өз кезегінде мұнай сатып жан бағып отырған көптеген елдерге соққы болатыны бесенеден белгілі. Сонымен қатар Камбоджа мен Таиланд арасындағы текетіресте өте ушығып тұр. Трамп бұл екі ел арасындағы соғысты бірнеше мәрте тоқтатуға тырысқанымен, ежелгі жау ел болмас дегендей, екі ел қайта-қайта бір-біріне қару сілтеуін тоқтатар емес. Сонымен қатар таяу шығыстағы күрделі ахуалдың қазірде бейнесі байқалып тұр. Израиль премьерінің ақшқа сапарлай барып, Трампты Иранға шабуыл жасауға итермелеуінің өзінің астарында үлкен мағына жатыр. Яғни Иран мен Израиль арасында ерте ме кеш пе тағы да бір қақтығыс болуы мүмкін. Бұл 2026 жылдың еншісіне бұйыра ма жоқ па, оны да тараптардың ұстамдылығы мен сабырлылығы көрсетеді. Жалпы Ирандағы жағдай қазір өте күрделі. Әсіресе Ирандағы су тапшылығы мәселесі бүкіл биліктің басын ауыртып отыр. Оның үстіне соңғы күндері Ирандағы халықтың әлеуметтік мәселелерге байланысты наразылығы да барған сайын күшейіп барады. Екінші тұрғыдан Израильдің тыңшылары Иранның ел ішіне дейін кіріп, Иранның билік басындағыларды шетінен өлтіруге тырысуда Ирандағы билікке үлкен қатер төндіріп тұр. Ал Палестина мәселесі кәдімгі күрделі жағдайда қалғалы тұр. Хамас қолындағы қаруды тастаудан бас тартуда. Ливандағы Хизболла ұйымы да қайта-қайта Израильмен қақтығысып тұр. Бұл өз кезегінде Израильдің Газа секторына қайта әскер кіргізіп, қанды қырғынды бастауына мұрындық болуы мүмкін. Жалпы Палестина аумағында бейбітшілік орнатудың алғы шарты Палестина мемлекетін құру еді. Бірақ мұны Қытай, Ресей, Франция бастаған бір қыдыру елдер қолдағанымен, ақш және Израиль бұған қарсы. Яғни бұл екі елдің разылығы болмаса, Палестина түбегінде Палестина мемлекетінің құрылуы да екіталай. Әсіресе ақштың қас-қабағына баққан әлем тұрғысынан алғанда,
Палестина мемлекетінің құрылып, Израильмен тең дәрежеде билік жүргізуі де қазірше мүмкін емес секілді. Дегенмен, Палестинадағы мәселені шешудің бірден бір жолы сол. Әрине, 1967 жылға шекара бойынша Палестина мемлекеті құрылса, таяу шығыста бейбітшілік орнауы да ықтимал. Қазір ақш-қа арқа сүйеген Израиль таяу шығыста білгенін істеп отыр. Сирияға да неше мәрте әскер кіргізді, Ливан аумағына да соққы жасады, Қатарға дейін зымыран ұшырды, Газа секторында қанды жаныштау жүргізді. Осының бәрі ақш-қа арқа сүйеген әлімжеттіліктің арқасы. Қазақстан үшін де бұл келе жатқан 26-шы жылқы жылы күрделі бетбұрыстарға толы жыл болуы мүмкін. Мұнайымызды шетелге экспорттап отырған Каспий құбыры консорциумының бірнеше мәрте соққыға ұшырауы, техникалық ақауға байланысты жинақша ішінде бірнеше мәрте тоқтап қалуы да Қазақстанның мұнай тасымалына үлкен ықпал етті. Бұл өзге жегінде біздің елдің бюджетіне де ықпал ететіні анық. Сосында қазір Қазақстан шетелге шикізат жеткізудің жолын әртараптандыруға барынша күш салып жатыр. Бастысы, еліміз үшін үш ірі алпауыт елдің арасында өзінің дұрыс бағытын таңдауда маңызды болып тұр. Өйткені қазір шеңберде барған сайын тарая түскендей, бұрынғыдай анаған иек қағып, мынаған күле сөйлеп, мынаған бас изеп, үшеуін бірдей алдап жүре беру қазіргі геосаяси жағдайға да сәйкес келмейтіндей. Яғни көршің де нақты қадаммен, нақты көзқараспен санасып отырғандай. Оның үстіне соңғы кездері Ресей, ақш, Қытай арасындағы үш жақты қатынастың да қырық құбылуы орталық Азиядағы бізге де ықпалын тигізіп тұр. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.